Барлықтарына сәлем, бұл Мәншүк Орынғали, бұл менің қазақша YouTube каналым. Мен Малайзияда тұрып жатқаныма 17 жыл болды. Бұл ел мұсылман елі. Мен өзім мұсылманмын. Бұл жақта тұрғылықты малай халқы мұсылмандар болғандықтан олар күніне 5 рет Алла тағаланы есіне түсіреді деп айтуға болады. Мен дін тақырыбына сөйлескім келмейді, бірақ айтып кетейін дегенім, 5 рет Алла тағаланы есімізге түсіру өте өзіміздің эмоциялық өмірімізге, өзіміздің денсаулығымызға өте пайдалы нәрсе. Неге десеңіз, біз өмірде күн сайын болып жатқан стрессовый ситуация, ақша проблемасы дейік, қарым-қатынас проблемасы, тағы бір ситуацияларда біздің ондай қызып кететініміз, қызып дегенде біз ұмытып кетеміз. Бұл өмірдің өте қысқа екенін, Алла тағаланы ұмытып кетеміз. Біз сол ситуацияның ішіне кіріп кетеміз. Эмоциялық түрде басқа адамға жауап беруіміз мүмкін. Ал егер де сіз өзіңізді байқап отырсаңыз, өзіңіздің көңіл күйіңіз түсіп жатқан кезде, өте түсіп кеткенде, әлде біреумен ұрсып жатсаңыз, дәл сол моментте өзіңізді тоқтатып, бір бөлмеге кетіп қалып, Алла тағаланы есіңізге түсірсеңіз, әлде басқа діннің адам болсаңыз, өзіңіздің дініңіздегі Құдайды есіңізге түсірсеңіз, яғни бұл өмір қысқа, бұл сіздің жаңағы ситуацияңыз, проблемаңыз, бұл ертең артқа қарасаңыз, өте мәнсіз, кішкентай ғана нәрсе. Ертең уақыт өтеді, ол ұмытылады. Және бұл өмірде ең маңызды нәрсе ол сіздің уақытыңыз және энергияңыз. Ол ең қымбат нәрсе. Сіз өз уақытыңызды, энергияңызды қайда жұмсайсыз, ол сіздің өзіңіздің Алла тағала берген таңдауы. Мен түсінгенім, өзім осы практиканы жасай бастағаннан бері Алла тағаланы есіме түсіре бастасам, Алла тағаладан көмек сұрасам, және де қиын ауыр моменттерде Алла тағаладан шынымен де сөйлесіп, ішіңізбен сөйлесіп, көмек сұрасаңыз, әр уақытта да жауап береді. Әртүрлі жолдармен. Сондықтан Алла тағаланы есімізге түсіру күніне 5 рет өте пайдалы құрал деп айта аламын. Содан кейін сіздерге қысқаша айтып кетейін, қазіргі кезде мен Малайзиядамын және мен қазір студенттерге көмектесем, осы Малайзия еліне келіп, университеттерге оқуға түсіріп беремін. Сондықтан осыған байланысты мен консультациям бар, жазылыңыздар. Және соңғы кезде менің өзімнің сүйікті кішкентай хоббиім бар, бұл әртүрлі эфир майларын қолданып, өз денсаулығымызды жақсарту, өзгерту. Фармацевтикалық дәрілерді ішер алдында, мысалы басымыз ауырып тұрса, жүгіріп барып парацетамол ішеміз, бірақ оның орнына біз перечная мята, орысша айтқанда перечная мята майын қолдансақ, оны басымызға жақсақ, мойнымызға жақсақ, 1-2 сағаттан кейін сіз көресіз басыңыздың ауруы жайлап жазылған. Яғни әрбір 2 сағат сайын жағу, бұл таза табиғи жол. Сондықтан бұл туралы білгілеріңіз келсе, бұл не нәрсе, эфир майларын қайда табуға болады? Бұл майларды аптекадан әрине алмаңыз. Сатып жатқан арзан майлар ол таза май емес. Өйткені таза эфир майлары арзан болу мүмкін емес. Сондықтан бұған да мен өзім сүйікті консультация бере аламын. Эфир майлары туралы қалай қолданылады, қай жерден мен сатып аламын, неліктен бұны мен өз денсаулығыма, өз отбасыма қолдана бастадым, соның барлығын түсіндіртіп айтып беремін. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.